Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Мөлдірмен достығы туралы әңгіме шыққаннан бері әке-шешесі Әсеттің миын жеумен келеді. Өйткені Мөлдір зағип қыз. Шын сезіммен ұнатқан қызыңды ата-анаңның қабылдамауы үмітіңді қорлағандай болып, жігеріңді құм етеді екен. Айналайын-ау, басқа қыз құрып қалыпты ма? Деп әкесінің жекігеніне қосылып, анасы, қатарыңның алды етіп өсірдік. Ендігі үмітіміз сенде болғандықтан, жақсы қызбен жүргеніңді, теңіңе үйленгеніңді қалаймыз. Ой, бір дәрігерге қарататын болса, жазылып кетеді. Дәрігерге кім қаратады? Әке-шешесі қаратып, қыздарының екі мүшесін сау қылып берсін, деп анасы белін таянды. Бар айыбы оның көзі көрмей қалғаны. Мөлдірдің қандай мейірімді жан екенін мойнындағы ауыртпашылыққа қарамай, болашақтан күтер үмітімен неге санаспайсыңдар? Деп Әсет әке-шешесімен сөзге келіп қала береді. Сезімге берілген жастық шақтағы қалыпты жағдай, деп ата-анасы қаттылыққа бармайды. Қатты бауыр басып қалмасын деп, балаларының ойын бұзуға жан-жақты әрекет жасаумен жазғы уақытта Әсетті демалысқа жіберуге ата-анасы Британ аралдарына жасырын жолдама алып қойған. Бұдан Әсет бейхабар. Ата-анасының бар жұмыстары Әсетті көндіру. Үлкен қыздарынан кейінгі кенже ұлдары Әсет ештеңеден тапшылық көрмей қаланың ақ саусақ баласы боп ержеткен. Осындай ортадан шығып, қарапайым жанұяның зағип қызына өлердей ғашық болған балаларының талғамына таң қаларлық. Бүгін де міне тағы да Әсет таңғы асын сөз салғыластырып отырып ішті де, жоғарғы оқу орнын бітіргенде дипломына құтты болсын деп әперген көлігімен ауланы шуылдатып шығып кетті. Қай кезде де Мөлдір туралы ойлаудан ол ешбір шаршамайды, тағы да сол туралы қиялда. Мөлдір, саған соншалықты бауыр басып қалыппын, мұның бәрі сені жақсы көргендіктен. Сенің таза, адами жан дүниеңмен өмірге деген құштарлығың мені өмірге басқаша қарауға үйретті. Сол үшінде ғашықпын. Мейлі, сен мені әлі шынайы түрде көрмесең де, бірақ өте жақын таныдың. Саған деген жүрегімнің ақтығын көрдің. Мен барымды салып ата-анамның үміттерін ақтап, мәртебелерін одан сайын асқақтатып, сенің де мақтанышың боламын. Саған көмектесіп, бір отбасы болуды қалаймын. Ата-анамның бар ойы, сенің тағдырың маған кедергі келтіреді деп, екеумізді айырылыстырмақ. Жоқ, тіптен олай емес. Мен тіптен келіспеймін. Сені шын жүрегіммен ғашық болып ұнатқанмын. Сондықтан да сенен бөлек кете алмаймын. Оның үстіне бәріміз өз бетімізше кете берсек, сендей жаны жаралы адамдарға кім көмектеседі? Зағиптар үйінде тәрбиеленіп, жетімдер үйінен шыққан балалардың өмірі қиындықпен жалғаса бере ме? Әкем мен анамның арқасында өмірде ештеңеден тапшылық көрмедім. Олар мені өздері сияқты байдың қызына үйлендірмекші. Маған байлық не үшін керек? Менде бәрі бар. Жалғыз ғана арманым сенің көзіңе ота жасатып, мына жарық дүниені көрсеткім келеді, деп Әсет іштей өз-өзімен сөйлесіп, жұмысының алдына келіп тоқтады. Бүгінгі жұмысын жинап, баласының мазасын алып жүрген зағип қыздың отбасын көрмек. Анасымен сөйлеспекке Әсеттің анасы Мөлдірдің үйіне барғанды жөн көрді. Әсеттен қоярда қоймай үйін сұрап, айтылған ауданнан іздеген мекен жайын тауып, қоңырауды басқаны сол еді, қақпа есігі ашыла кетті. Жұмысқа жиналған әйел адам сыртқа шығып, мұнымен амандасты. Мөлдірдің үйі ме? Жайдың оты секілденген сұрақ есіңнен адастырарда еді. Сіз анасы болдыңыз ғой? Иә, қызымызды жақсы таниды екенсіз. Өзіңіз кім болдыңыз? Иә, қызыңызды жақсы танып, тіпті туыстай болып кеттік. Тәкаппарлана сөйлеген бейтаныс әйел Мөлдірдің анасына ұнамағанымен бір нәрсені түсінгендей.
Әсеттің анасы болдыңыз ғой, үйге кіріңіз, кеңінен сөйлесейік. Жоқ, кірмеймін. Бұрынғыдай емес, қызыңызбен араласқалы бері балам алды артын ойлаудан қалып, жарқын болашағын көрмей қалды. Қызымның жаны жаралы болғандықтан әлі ашып ештеңе айта алмай жүрміз. Өз теңі табылған шақта бәрін түсіндіреміз. Уақыт емші, біраз күтейік. Тең-теңімен келесі айда баламызды шетелге оқуға жібереміз, не үйлендіреміз. Қызыңыз кедергі болмаса жарар еді, деп Әсеттің анасы көлігіне қарай қозғалды. Мөлдірдің анасы қаны басына шапқанымен қызын қорғап сөз де айта алмай өзегіне өксік толды. Жүрер жолын бақылайтын таяғымен жерді ұрып келе жатқан дыбысты естігенде анасы қызының келіп қалғанын сезіп дастархан даярлауға кірісті. Анашым, мен келдім. Саңқылдаған дауыс қараңғы бөлмеге жарық бергендей болып тұрады. Жарығым, күнің қалай өтті? Деп анасы бөлменің шамын жақты. Бұл жарықтың мөлдірге келіп кетер пайдасы жоқ. Ол тек қана анасының даусына құлақ түріп, оған жақындады. Мөлдір бірден аңғарды. Анасының көңіл күйі күндегідей емес. Анашым, бәрі дұрыс па? Неге көңіл күйіңіз жоқ? Қызым, бәрі жақсы, деп елпілдей түскен ана жүрегі артық ештеңе айта алмады. Дастарханға отырып, тамақ үстінде анасының халін қайта сұрауға Мөлдірдің аузы бармай, күндегі әдеті бойынша естіген білгендерін ретмен айтып, арасында анасында әңгімеге тартып қояды. Әдетте екеуара әңгімені өрбітіп отыратын анасының бет жүзін көрмегенімен көңіліндегі жадаулықты сезіп, Мөлдір анашым дейді жай ғана. Анасы құлақ түргенімен қызы үнсіз қалды. Ау қызым, тыңдап отырмын. Мөлдір иығын қиқаң еткізіп, не айтарымды білмеймін, деп тағы да үнсіз қалды. Қан қысымым көтеріліп кеткенде ме? Әйтеуір мазам жоқ, дәрі де қалмапты. Мөлдір тамағын толық ішпей, дастархан тазартып жатқанына қарап отырып анасы іште қайда жүрсең де аман болшы жарығым дегенде, анашым, қазір келемін, деп Мөлдір сыртқа шығып кетті. Бала жүрек анасының көңілсіздігін жеңуге талпынып, қолынан келер көмегін аямақ емес. Тез жүремін деп, бір-екі рет сүрінгеніне қарамай, анасына дәрі-дәрмек апармақ. Дәріханаға кіре, сатушыдан қан қысымын төмендететін дәрі сұрап, анасының көңіл күйі бұзылғанын айтып салды. Сатушы қыз осыншалық ашық жарқын, көңілінде кірбің жоқ Мөлдірге таңырқай қарап қалды. Мөлдір дәрісін қатты ұстап, үйіне жақындап келеді. Анасына қолынан келер көмекті көрсетпек. Көшенің ой шұқырын жатқа біліп алғандықтан адымдап келе жатқан. Кенет жол шетінде жатқан тасқа шалынып, қолындағы дәрілері шашылып қалғанда, үміті желге ұшқандай жерді сипалап қалды. Бір ғана дәрісін тапқанымен, қалғандарын қолына ұстау зағип қыз үшін қиын болатын. Тіпті ол дәрілердің бірі Мөлдірдің аяғының жанында жатқанымен, сипап іздеген жерлерден табыла қоймады. Анама деп талпынған аяулы сезімі ақталмай, үй іші Мөлдірдің көңілсіздігімен толықты. Телефон тұтқасын алып қоңырау соға бастады. Арғы жақтан жасы келген әйел даусы шыққанда, анасының көзі шарадай болып, қызымның жүрегіне тиетін сөздер айтпаса екен деп, ернін тістеп тұрып қалды. Ізеттілік танытып амандасқан соң, Алтынайды шақырып жібересіз бе дегенде, анасы демін сыртқа шығарып көңілі жайланды. Мөлдірдің жанын түсініп, сырласып жүрген Алтынайды кешкі серуенге барып қайтуға шақырып еді. Ол бірден келісті. Алтынаймен танысуда қызық. Бірде дүкенде сауда жасап тұрғанында, сатушы жігіт Мөлдірге тиісті ақшасын қайтармай алдамақшы болған еді. Жанында тұрған Алтынай сатушы жігітке қатты сөздер айтып, Мөлдірдің қалған ақшасын қайтарып бергізген. Сол кезден бастап екеуі жақсы араласып кетті. Бөлесі де туғаннан Мөлдірдей
су қараңғы өмір кешіп жүргенін айтып, Алтынай сырлас құрбыға айналды. Жастық шақтың қызығы махаббат туралы әңгіме басталып кеткенде, Мөлдір апта соңында Әсеттің тауға демалысқа шақырғанын айтты. Әсет туралы әңгіме басталса, Мөлдір шаттанып қуана түседі. Ол туралы оған деген сезімін тілі жеткенше айтып, шаттанып келеді. Көңіл күйі де дұрысталды. Осы әсермен Мөлдір жан құрбысын Әсетпен таныстыруға, тауға бірге шығуға шақырды. Ғашық жүрек бөтен әңгімеге құлақ аспай, өз дегенінен қайтпайтыны анық екен. Алғашқы махаббат дейтін шәрбат сезімге елітіп, айнала жаңғырып, жасарып, бәрі мейірім суымен сусындағандай. Бүгін тауға шығатын күн, Мөлдір қуанышты, Әсет те. Келіскен уақытта уәделі жерден Мөлдірлерді көлігіне отырғызып алды да тауға қарай тартты. Жан құрбысымен жан дүниесінің демеуі қасында, алаңсыз, көңілі шат. Өзінің армандары туралы көп айтып, ішіндегі сырының бәрін жайып келеді. Жалғыз, үлкен арман көзі. Көзім ертерек көрсе екен, деп аспанда қалықтап жүргендей, ол екі қолын жайып алып айналады. Құдды бір бәрін көретін, ай көйлек киген қыздай шыр айналып жүр. Басын ұстап тұрып қалғанда, Әсет шапшаң қасына барды. Ал Алтынай қаққан қазықтай орнында тұрған күйі қозғалған жоқ. Әсеттің қолдарын сезгенде Мөлдірде өзгеше қимылдар пайда болды. Әсет, қатты тұншығып қиналамын, ауа жетпейтіндей. Сол кезде сен маған үлкен күш бересің, деп Мөлдірдің даусы шаттанып, қайтадан жарқын-жарқын шыға бастады. Алтынай, деп дауыстап, сен неге көңілсізсің? Тауға келгенде адам қуанып жүру керек емес пе? Деп манадан көңілсіз тұрған құрбысын өзіне шақырды. Әсетке ұрлана, сұқтана мөлдіреп қарауын тоқтатпай, өзінше бөлек әлемге серуендеп кеткен Алтынай осы жолы ғана Мөлдірдің жанына шынайы жақындады. Әсет Мөлдір қадамын бақылап, оның күлген күлкісінен шаттануда. Алтынай баяғыша. Осылай күн өтті. Қас қарая қалаға кіріп, Алтынайды, одан соң Мөлдірді жеткізіп, үйіне келген Әсет бөлмесінде жатқанда анасының дауысы шықты. Әсетті сұрап, соғылған қоңыраудан қыздың дауысы шықса, анасының мазасы кетеді. Тұтқаны көтеріп, арғы жақтағы жанның дауысы естілгенде, Әсет жай ғана жымиды. Қалың қалай, Әсет? Сызыла сөйлеген Алтынай. Киноға баруға, кешкілік серуенге шығып қайтсақ қалай қарайсың? Деп бірақ тоқтады. Қазір қана серуендеп келмедік пе? Кешкі серуеннің орны басқа емес пе? Онда жұбымыз жазылмасын, Мөлдірді де етіп алайық, дегенде Алтынайдың дауысы бұзылып. Оны ертіп, киноға барсақ қалай болар екен, ә? Көзі көрмесе де Мөлдір бәрін біледі, жүрегімен сезеді. Жыпылықтаған көзі болғанымен көкірек көзі мүлдем көрмейтін адамдардың ниетінен шаршадым. Сені де дос дейді-ау. Тұтқаны тастады. Жанында тұрған анасы басын шайқап қалды. Бүгін дәрігерлік тексеруден өтетін күн. Үкілі армандарын алға салып, ауруханада дәрігерге кіру кезегін күткен Әсет Мөлдірді сауықтырамын, көзі көретін халге жеткенде атанама ертіп апарамын деген ойынан қайтқан емес. Бүгінде дәрігерден қалай емделуге боларын және кез келген қиындықты жеңуге екеуі де дайын болып, бір-біріне сүйіспеншіліктері жоғары. Көзіңді емдету менің арманым, деп Мөлдірге қарағанда ол, сенің сезімің мен үшін баға жетпес асыл қазына, дегенде дәрігер шақырды. Ол өте ұзақ уақыт тексеру жүргізіп, өрімдей қызға аянышпен қараған сайын Әсет демін шығармай, жанын шүберекке тиюмен болды. Мұндай ауруды елде емдеуге мүмкіндік жоқ. Туа бітті көрмейтіндіктен шетелде емдету де оң нәтиже береді деп айта алмаймын,
деді бөлмесінде Әсетті жеке алып қалған дәрігер. Бұл әңгіменің барлығын есік сыртында естіген Мөлдір сыртқа шыққан соң, «Әсет, мен өзім жаяу кете берсем бола ма?» деп еді. «Мен сені жарты жолда тастап кетпеймін, жеткізіп саламын». Әсет әдеттегідей сабырлық танытып көліктің есігін ашты. Біраз уақыт жүрсе де Мөлдір қайда бара жатқаны туралы сұраған жоқ. Әсет те ауыз ашпады. Екеуі де үнсіз, тіпті сөз айтуға шарасыз болып отыр. Қаланың қай маңында жүргенін білгісі келіп сұрауға оқталғанымен, Мөлдір үн қата алмай, көңілі босай түсті. «Әсет, ара қатынасымыз қанша уақыт боларын білмеймін, бірақ та саған өте қатты ризамын». «Маған ризалық айтудың қажеті жоқ, мұның бәрі саған деген сүйіспеншілігім мен сезімім. Тек осыны біл», деп Әсет жылдамдықты арттыра берді. «Әлі-ақ бәрін мойындатамыз. Дәрігердің айтқанына мән берме, сені бақытты етемін». Әсет пен Мөлдір тағы да үнсіздікке кетті. Баяу ән ырғағында келе жатқанда, қосымша көшеден шыққан көлік жылдамдыққа ие бола алмай, бұларды келіп соқты. 2 күннен бері ауруханада балаларының жағдайына алаңдап, көз жасын көл еткен ата-аналары бүгін палатаға шығарылған Әсетті көрді. Басын түгелімен орап тастаған. Әлі де болса өз-өзіне келе алмай ыңырсып жатыр. Ауық, Мөлдір дегеннен басқаны айтпайды. Отбасын жалғастырар шаңырақтың туы болар баланың мына халі ата-анаға ауыр, тіпті аянышты. «Мөлдір, қайда кеттің? Мөлдір, Мөлдірді көргім келеді». Дәрігер сыртқа шығуға ыңғай білдіріп, ақырын ғана есікті жауып, Әсетке тыныштық бермей жатқан Мөлдір туралы сұрады. «Қайран баламай, көзі көрмейтін соқыр қызға осыншалықты ғашық болардай не көрініп еді?» Дәрігердің бойы жалын шарпып өтеді. Тағдырдың жазуы солай ма? «Баламыздың ендігі жағдайы қалай болады?» деген ата-анасына дәрігер: «Айту маған да оңай емес. Кешелі бері қанша оқталғанымен айталмап едім. Шындық солай. Басына тиген қатты соққыдан миы шайқалған, көз тамырлары үзілген», деп дәрігер басын төмен салды. Әкесі айқайға басты. Анасы одан сайын жылауын күшейтті, бірақ ештеңе істей алмады. Арада 3-4 күн өткенде Әсет өзінің де көзі көрмей қалғанын білді. «Енді мен Мөлдірмен тең болдым. Мен одан басқа ешкімге керек емеспін». Мейірімге толы даусын сәт сайын естіп, аяулы сүйген жанымның қасында боламын. Бір-бірімізді жетелеп жүреміз. Ол маған өмір сүруді, көшеден қалай өтуді үйретеді. Сендерге керегі осы ме еді?» Ызға булыққан Әсет ішіндегісінің бәрін айтып салды. «Сол қызды алып келсеңіздер, тез есін жинауына көмек болады», деген дәрігер өтінішіне Әсеттің ата-анасы селт етпеді. «Дәрігер, ол қызды әкелу мүмкін емес. Мөлдір жол көлік оқиғасы кезінде қазаға ұшыраған», деді ата-анасы басы салбырап.